Сталин кадр решает все, кадр барын чечет деген ушкул сөзү болгон. Азыр мына Искандеровдун ордуна кечеле жаңы приборду Өзбекстан пайдасын иштеткен Ботабаев менен ошол Искандеровдун тууганы ошо жердеши Абдраимов Бекназар деген даярдалып аттыр деп угуп атам. Булар келсе, ошо Искандеровдун жолун улантып, Өзбекстан менен болгон иштерин Кыргызстандын зыянына алардын пайдасын иштей турган болот. Ошондуктан өкмөт, коопсуздук кеңеши жана парламент ушундай эмес, кадр Кыргызстанды падыштей турган жаңы кадрларды табышын суранат элем. Ботабаев Кайныбек дагы, Бекназаров дагы жарабайт. Менин суранычым ушул. Ал уже пушкин Тоғардағы Аққиян түбі бар ғой, жаңы бар. О жерге Нұрмырза деген сарт 2 жыл. Ояқтағы жерді дағы, мынау жолды да беріп, аз келгенсі өмірі өзбек претензия қылбаған, оң тараптағы мынау солдатта тұрған пост жерді аз шығып көресіңдер, труба өткен естердің уағында Өзбекстан. Естердің уағы құрылған объекттер ошол мамлекеттин территориясында қалыш керек өзі. Өзбек баланс деп тұрып, бұл жақта жерді қосып беріп атат. Биздин адамдар ушу дипломаттар болуп эсептелет, буларда ранг бар эмелерде. Много делимитный марксовый комиссияның мүшелерінде. Неужели түшінбейді? Мемлекет целостно страны бұзылып атат, Кыргызстан жерін беріп атат бұлар, ойланбастан тұрып. 10 метр сұрады. Мына коррупция деп башқа қылды, алар ертеу кеспе қайтарылып, оңола тұрған толтырса болады. Мұны мемлекеттен кеткен жерді қайыр ешкім ордын толтыра албайды. Мемлекеттің жерін көзді қарайын сақташ керек. Государственная граница неприкосновенна совершенно деп қойды орыстар. Қол тигісі иық болуш керек. А бисі келіп, беріп отпайды, түш келділер. Искандеров деген мен аппарат басшының орынбасары Салиев Алмаевпен жолығып сүйлестім. Мықты жігіт екен, сүйлесіп барып, алдында звонить етіп, вице-премьер Жеңіс Разақовқа дайындадық, барып жолығып кірдім. Кейін Искандеровмен жолығыстам, бірінші кіргенде маңа таптақыр башқа сөздерді айтты. Ой, ал жерді жүзін беріп, не қыласаны қалтырауыз, мен бияқта ментіп берем, тияғын қаттауыз, бияқта қираттық. Мен аға ишенді, мен өзімдей көрдім. Андан кейін жоғарғы кеңештің депутаты Эргешев Алмазы көз кірдік. Анда кіргенде анын сөзі башқа. Башқаша болып қалыптыр. Бирок мен чечип берем бұл жерді дедім, мақұл. Андан келіп елменен жолығысты, Эргешев Алмазы қосып келген, оны айтпастан өзі келіптір. Башқа адамдармен. Келді дағы елдің басына айлантып кетті, емі көріп атауыз. Мына азыр бұны 2-3 күн болды, Өзбекстанның командирлері келіп тұрып, 10 метр жылазыңар бісті кедептер өзайым алып келіп атады. Ол жерден бе? Аскерлер тұрған жерді. Мен ал жерді мемлекет емес, мен жаныма сүрдіріп жер пост қылып берген балдарға. Мен қайырлатылем президент Сооронбай Шариповичке. Кечеле шопыр ап келіп, бұл қызматқа қойып қойған Искандеровке оқшаған адам, Аламанов мұндан өлсе өлік артық екен. Аламановтың уағында да мен қатысқан, мұнағы жөнінде талас сөз болған емес. Мына деп тұр жерді беріп атады. Мен президентке қайырлатылем, қоғамсыздық кеңесте қарап, 58 Өзбекстан менен болған спорт участоктың әрбірін қандай чечилди? Әрбір участоктан қаншасы Кыргызстанға Өзбекстан болды. Ошоны так қылып көрмейінше болбайды, түндіп құймалашып Кыргызстан жерін бүт беріп атады. Мен мұны жерге наразымын. Кыргызстандын жерін қандай берішке ақысы бар бұлардың? 93 гектар Кыргызстанның жері болса, аны 63 гектарга түсірішті. Мақұл дедік. Андан 63-54 болып қалып тұр. Не? Кыргызстан жерін 40 берше өрегі. Не? Торт бұл Кыргызстан жері. Мұна 78 жылы шекараны 90 гектар анықтаған адам тұр. Точкасына чейін айтып тұр. Баға чейін қанша метр қарай? Кемінде 20 метр тұр. Құрбада онағына 10 метр қосып беріп атады. Bu emni деген нәрсе? Өзі мұнағы жоқ, о, істер 150 метр желсе, ұшылар өтеді деп өзбектер жүрген. Азыр еле қандай еле, бұлардың 93 гектарды 54 қылып, Аравандан 35 гектар беріп, біздің жерлерді қосып беріп, бұл не деген нәрсе өзі? Мен азы орып атқаныма қарасылердің келісті күттім, больницаға да жатпа, шunu көрсетіп елге жетсін. Президентimiz Сооронбай Шарипович көрсін деп. Сооронбай Шарипович коррупционер жеген ертеу кесіп алды ордына келтіріле тұрыңыз. Мемлекеттің кеткен жер ордына келбейді. Көңіл бұрыңыз. Искандеровтан 58 талаш участоктың әрбір ойын чапчы алыңыз. Қанша проценттен кетті. Сізден сұраныз, бұларды тәртіпке салыңыз. Жердің, мемлекеттің бүтіндігі бұзылып атады. Бұл ертең қайтпайды қайра.
Мына көрүп атырыңар узун. Мына эки тараптан кагылышканда дагы биз ыңгайлуу позицияда турчубуз. Эми мына биз ана кара турбадан биягына 10 метр, турбага чейин канча жер? Кыргыздын жеринин эсеби жокпу? Мен сизге кайрылуу бергем Сооронбай Шарипов, мени кабыл алыңыз деп. Болгон жок. Мына ушуларды мен көрсөтүп берейин. Мына Казымбекке 78-жылы ошо 92 гектар далилдеп көрсөткөн киши. 55-жылкы Абдушериков менен Мухиддинов колгон картаны сизге далилдеп берет. Мына бул киши турат. Ботабаев Канбекте 90-жылга десем, казакка туура эмес өлчөптүр. Биз жаңы приборун өлчү, жаңы приборду өлгөн экен, Өзбекстан пайдасын иштей турган прибор экен да. Яйланайын кыргыздар бир өз сабагы колдосун деп жерибизди бербей турайлы. Аныстыр оголо көп жерибиз 22-жылы өтүп. Бедеги. Мен 95-жылы келсем Өзбекстанды 95-жылдан бери ушул жолдун ичегара малая земля болду кишилер. Өзбекстан 95-жылы бери канча жолу мамлекетти катса мен ошончо жолу көмдүрдүм. Алар Кыргызстан жерин казат, мен сүрүп алардыкын апарып коем. Мына ошол 95-тен бери Аламановдун убагында башкалган эч ким талашкан эмес могу жерин. Искандеровдун бул жерди берип жибериш ойго да келген эмес. Бул кандай адам өзү? Мен кайрылат элем парламентке. Кыргызстан фракциясынын депутаттары өзүбүз чуркаган. Ошондой башка фракциядагы Жанар Акаев, Момбеков, Рысалиев, Канат Исаев, Азиз Турсунбаевдарга, Алмаз Сергешевдарга парламенттик комиссия түзүп келип туруп көргүлө Кыргыздын жеринин кандай кетип атканын. Биздин бир эле участокто ушундай чечилип аткан, калган 58 талаш аймакта кандай чечилди? Мен ошондой эле Коопсуздук кеңешиндеги жаңы барган орун басар генерал Өмүрбек Сваналиевке кайрылат элем. Парламенттин депутаттары, келиңиздер. Мен Жеңиш Разаковго кирип сүйлөшүп чыктым. Аппарат басынын орун базарына кирдим, жакшы кабыл алды. Искандеров мен 3 жолу сүйлөштүм, 3 түрдүү сөз уктум. Убадасына турбай мына жерге жакында өзбектер келип, мына жерлер биздики болду деп атат. Эмитен эле. Ошон үчүн кайра карталарды көтөрүп 55 картанда Өзбекстан 93 гектарды 54-н 93-тү далилдеп туруп ашык жерибизди кайтарып алалы. 29 гектар бул жерден берсе, андан тышкары мына 10 гектар турбадан кийин 10 гектар турбага чейин 20 гектар 10 гектар деп бияктан кетсе, бу эмне болуп калабыз?